Қайырлы күн, құрметті әріптес. Сізді психологиялық кеңес беру және терапия өткізу дағдыларын дамыту 5 күндік практикумына шақырамын. Бірінші танысып алайық. Менің есімім Құралаш Шамратқызы, тәжірибелі психологпын. 27 жыл еңбек өтілі бар. Оның ішінде 16 жылында өрлеу біліктілікті арттыру институтында қызмет атқардым. Осы жылдардың ішінде психолог мамандардың курстарын, семинарларын, тағы басқа көптеген шараларын өткіздім. Сонымен бірге осы жылдардың ішінде 15 жылдай мектепте жұмыс істедім. Ауыл мектебінен бастадым еңбек өтілімді, қала мектебінде, одан кейін Назарбаев зияткерлік мектебінде психолог ретінде жұмыс жасадым. Соңғы 3 жылда Жансыры психологиялық орталығын ашып, сонда қызмет етудеміз. Бұл орталықта біздер кеңес береміз, бірнеше мамандар жұмыстанып жатырмыз. Кеңес береміз, терапия өткіземіз. Сонымен қатар ата-аналарға, психолог мамандарға көптеген осындай курстар, вебинарлар әртүрлі тақырыптарда өткіземіз. Бізбен бірге жұмыстануға шақырамыз. Енді нақты практикумның бағдарламасына тоқталайын. Практикум бағдарламасының 20% теориядан тұрады, 80% практикадан тұрады. Ең бірінші практикум алды тапсырма беріледі сіздерге. Қандай теориялар қажет, жалпы кеңес беруде, тұлғаның дамуында қандай мәселелерді білу керек бізге. Сол теориялар бағыттары, көптеген материалдар беріледі, оны оқып келесіз. Бұның басты мақсаты неге беріледі десек, сізге осы практикумның ішінде теорияға көбірек уақыт кетіп қалмауын көздеп отырмыз. Бірінші күні кеңес берудің базалық дағдыларын қарастырамыз. Оның 2 түрі бар, білесіңіздер да, вербальды дағдылар, одан кейін кеңес берудің сосын вербальсыз дағдылары. Енді вербальды дағдыларға өзіңіз білетіндей ашық сұрақтар, жабық сұрақтар, перефразада түйіндеу кете береді. Сол дағдыларды біз сізбен бірге танысамыз және жаттығып өтеміз. Одан кейін вербальсыз дағдылар, қазір оның бір мысалын келтіремін, техникасын. Екінші күні кеңес беруде жіберілетін қателіктердің алдын алу мақсатында тақырыпты қарастырамыз. Ол өте маңызды тақырып. Одан кейін 3-ші күні когнитивті мінез-құлық терапиясы, оның ғылыми негіздеріне тоқталып өтеміз. 4-ші күні мінез-құлық сессияларын қалай өткізу керек, бастапқы сессиядан бастап, бірінші, екінші әрбір сессияның құрылымы қандай және онда неге мән беру керек, барлық талаптары осы тақырыпта қарастырылады. Одан кейін 5-ші күні кеңес беруде қолданылатын тиімді техникалар. Біз тек қана 5-ші күні ғана өтпейміз. Әріптестер оны 1-ші күннен бастап әдіс тәсілдерін өтіп жатамыз. Мысалы, бұл күні уже толықтырамыз деп айтуға болады. Одан кейін практикумды аяқтап, сертификаттарыңызды табыстаймыз. Енді бір-екі техникамен бөлісемін деп, вербальсыз техникалардың бірі солер техникасы. Ең бірінші, психолог тіке отыру керек, яғни клиентке тіке қарау керек. Мен сенімен біргемін деген хабарламаны жіберіп отырады. Одан кейін о деген open деген мағынаны білдіреді, яғни ашық поза, яғни ашық позада отыру деп. Одан кейін алға иілу, L деген, E деген көру контактісі, көз контактісін орнату деп аталады. Бұл ұзақ қарауға да болмайды, болмаса назарды мүлдем қарамайды, назар салмауға да болмайды. Одан кейін босаңсу, енді психологтың өзі қалай деп айтамыз, алаңдап отыратын болса, тітіркеніп отыратын болса, оның барлығы клиентқа беріледі. Одан кейін кеңес берудегі жіберілетін қателіктердің бір тізімі, соның ішінде бір-екеуіне ғана тоқталайын. Бұл жалған кепілдіктер беру. Біз ешқашанда жалған кепілдік бермейміз. Себебі жауапкершіліктің барлығы клиенттің өзінде. Себебі әрекет ететінде, белгілі бір нәтижеге жететінде клиент. Біз енді кәсіби маман ретінде оның негізгі мәселесін анықтап, бірге талдап, сосын оны жеңудің жолдарын, техникаларын ұсынамыз. Орынсыз әзіл айтуға болмайды, ол сөзсіз. Сосын орынсыз өз туралы да ашып, мысалдарды айтуға болмайды. Осы қателіктердің бәрін біз бірге отырып талдаймыз.
Енді 5 күн өткеннен кейін әріптестер сізге материалдар беріледі түгелдей курс жөнінде, тағы қандай әдебиеттерді оқу керек екені, бағыт бағдарлары ұсынылады. Одан кейін сертификат беріледі. Жаңа инстаграм менің парақшамда мына жерде көрініп тұрғандай жаңағыдай қосымша мәліметтер бар. Практикум деген актуальныйда тұр, содан қарап аларсыңыз. Одан кейін жеке және топтық өткізіледі. Жеке 75 мың теңге болады, топтық 60 мың теңге болады. Осы номерде жаңағы Каспий халық банкі тіркелген, сонымен қатар бөліп төлеу, Каспирет сияқты мүмкіндіктер қарастырылған. Сұрақтарыңыз болса қойыңыз, күтеміз, практикумға келіңіз.